Тамаша денсаулыққа пайдалы нәрселермен бөлісім келіп тұр. Мен Лаура деген жеңгемнің істейтіні мынау Ясина классикалық граноласы. Соны алып қазір менің өзімнің сүйіктім еркемнің істеп кеткен қатықтары бар, мынандай ұйытып кеткен. Сонымен тамаша қазір өзіме былайша айтқанда жүрек жалғар және бойға қуат беретін тамақ істейін деп тұрмын. Ол жолан аламын, сөйтем де мынаған салам. Тамаша да кәдімгідей рахат. Дәндерден жасалған. Осынша салдым. Енді осынша салдым. Енді мына қатықты ашамын қазір. Неге қатықты аштым? Сол күйі қою тұр екен. Оны мен қазір қасықпен салам. Қолдан үйтілген қатыққа еш нәрсе жетпейтін екен алдым. Қараңыздар қандай қою тамаша. Неққа салып жатырмын. Жеңгем Лаураның айтуына қарағанда осылай салып жүру күшті деді. Содан кейін мен сөйтетін болдым. Салып қоям. Содан кейін оны жесең шынымен де өте дәмді болады. Біріншіден мынау қатық кальцийлар, мындағы дәнектер енді тіпті тамаша, оның бәрі бойында керемет нәрселер бар. Енді анау белок, мынау углевод деп айта алмаймын. Бірақ өйстіп былғаймын қазақ майлап. Мынау қазір шамалдан күмпиіп піседі. Мынау осы классикалық граноласы Ясина. Сондай тамаша, бойға жағымды, керемет. Оны өздеріңіз дәмін көріп тамашаласаңыздар болады, жесеңіздер болады, тәтті, кәдімгідей тамаша. Жақсы сезінесіздер, асқазанға ауыр емес. Осылай жасап қойдым. Енді осы жасап қойғанымды жеп кетемін.